Ашық сабақ қазақ тілі пәнінен жасанды интеллект арқылы жасалған. Одан кейін тақырып бойынша топқа бөлу, тамшылар әдісі арқылы немесе екінші нұсқа оюлар арқылы ұлттық құндылық негізінде мұғалімнің таңдауы бойынша болады бұл. Үй тапсырмасын тексеру дескрипторымен, жасанды интеллектпен салынған сурет және фон. Тақырып ашылады, қайта өңдеу. Оқу мақсаты жасанды интеллект арқылы жасалған видео. Қайырлы күн оқушылар. Қайырлы. Сөздікпен жұмыс, дұрыс-бұрыс, жаңа сөздер, тыңдалым, жасанды интеллект арқылы жасалған видео. Біздің қалада қоқысты дұрыс пайдалану өте маңызды. Егер адамдар табиғатты бүлдірсе, қоршаған ортаға зиян келеді. Сондықтан қоқысты қайта өңдеу керек. Қайта өңдеу. Топтық жұмыс дескрипторымен және көрнекілігімен чек-лист арқылы топтық бағалау, көрнекілігі жіберілді, жұптық жұмыс комикс арқылы жұптық бағалау, сергіту сәті, дәптермен жұмыс, сөйлемдер құрастыру қажет, және бекіту сұрағы, бекіту тапсырмасы тікелей слайд арқылы ашылады. Жауабын оқушылар табу керек, мысалы. Ары қарай жалғастырамыз. Бағалау, оқушылар өзін-өзі бағалайды. Және қосымша көрнекілік берілді, бағалау парағы. Осымен сабағымыздың соңына келдік. Сабақта кері байланыс бере кетіңдер оқушылар. Рефлексия. Үй тапсырмасы. Заказ беру үшін жекеге жазсаңыздар болады.